Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге алмалы пирогтың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарауларыңызды өтінемін. Яғни бізге керегі 4 жұмыртқа, яғни таза ыдысымызға 4 жұмыртқамызды салып, 250 грамм қант ұнтағымызды қосып, яғни құмшекерімізді салып, жақсылап араластырамыз. Аппақ пена болғанша араластырамыз. 5 минуттай араластырыңыздар. Жақсылап араластырып болғаннан кейін, яғни 250 грамм сұйық сливочный майымызды ерітіп құямыз. Оны да кішкене араластырып жібереміз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін 250 грамм ұнымызға қопышты салып, ұнымызды 2 немесе 3 бөлікке бөліп саламыз. Осылай гүлді болып шығады, осыны пешімізге саламыз. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Бір жасағаннан әдемі шығады, енді әдемі болып көтеріледі. Міндетті түрде жасап көріңіздер және мені